Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Ажырасар алдындағы жігіттің келіншегіне жазған хаты. Бойдақ кездегі махаббат қашанда балшырын ғой. Өмір бойы сүю, мәңгілік махаббат дегендерге әр ғашық айнымастай сенеді. Алайда үйленген соң тұрмыс күйбеңі, араласқан сезімнің бағдары басқа арнаға ауысып кетерін тұрмыс құрғандар ғана жақсы білсе керек. Алайда махаббатты мәңгілік алақанда аялап ұстай алу ерлі зайыптылардың екеуінің де борышы, міндеті. Мына бір азаматтың хаты жастарға, енді ғана шаңырақ көтерген жас жұбайларға ой салады деген үміттеміз. Үйленгенге дейін менің көңілімнен терең орын алдың. Ананы аламын, мынаны аламын деп қиғылық салсаң да, бәріне көнетінмін. Алайда үйленген соң бәрі басқа арнаға ауысады. Қиялыңда ақша жинаудан басқа ой жоқ. Жалақымды түгелдей тапсыруды талап еттің. Әйел затының әр қаражаты күйеуімен ақылдасып, мүмкін болса отбасын ер азаматтың басқаруы тиіс екенін білмейтін бе едің? Бұрын үнеме алдымнан сұлу болып шығатынсың, ал үйленген соңше өз-өзіне онша көңіл аудармайтын күпті бір салақ әйелдер секілді кейіпке ендің. Сыртқа шығатын болсаң, елден ерек сенденіп аласың. Сонда сенің сұлулығың маған арналмаған ба? Бұл менің жанымды жеп бітірді. Бұрын ақылды, көнгіш сияқты едің, ал қазір барлығын өзің білесің, барлығын өзің басқарғың келеді. Әр істі өз бетіңмен, өз шешіміңмен атқарасың. Бір рет болсын менің тілімді алып көрдің бе? Сенің назарыңдағы еркек қайда кетті сонда? Бұрын мені мақтайтынсың. Қызметте кәсібімді табысқа жетуіме қолдау көрсетіп отыратын едің. Ал үйленген соң менің жасаған барлық жақсылықтарымды көрмейтін болдың. Қанша қаражат тапсам да сен үшін ол аз болды. Сәл кемшілігімді көрсең, қалған бар жақсылығымды жоққа шығардың. Бұрын әр сөзім саған сондай мағыналы, тәтті сезілетін. Ол кезде өзімді жұрт көзіне кеңпейіл көрінетін шығармын деп ойлаушы едім. Үнемі сырласатын едік, ал үйленген соң саған айтқан әрбір сырым, әрбір кеңесімнің соңы ұрыспен аяқталып жатты. Кейде саған бұрынғыдай әңгімемді айтып сырласқым келеді. Мені түсінуіңді, сыпайы мәмілеме жасауыңды қалаймын. Алайда тағы да ұрыс керіспен аяқталатын біліп тұрғандықтан сенімен сөйлесуді қойдым. Мінсіз адам болмайды. Осының бәрі өз күнәмнің болар деп ойлаймын. Сөйтсем де бұрынғы жүрген қалпыма қайтқым келеді. Қай жерде қате жібердім, қайтсем түсінемін деп көп ойландым. Алайда өз күнәсін танып біле алар адам шынымен ақ өз екенінің көзін жетті. Мүмкін бар күнәмді сен білерсің, сен айтарсың. Мен өткен күндерімді қатты сағындым. Сол күндерге қайтып барғым келеді. Кітап оқыған кезімде қасымда отырып, жалықпай тыңдайтын сәттерімді, жаныма шуақ шашар мейірімді күлкіңді сағындым. Дегенмен енді бәрі оралмасқа кетті. Бақыт қашанда ерлі зайыптылардың екеуінде ортақ. Ал сен бақытты боламын деп кетіп барасың. Бірақ сен біл, бәрін бағалап қанағат ете білмеген жүрек байлыққа шомылса да өзін кедей сезінеді. Тағдыр қосқан жарынан таппаған бақытты әйел шайтан салған шаттықтан таба алмайтынын ұмытпағайсың. Міне құрметті оқырмандар, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.